5 4 3 2 1 Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыз жасанды интеллект арқылы жүзеге асады. Бүгінгі сабақ кестесі 5 пәннен тұрады. Алғашқы пәнді таңдаңыз. Физика сабағына қош келдіңіз. Дәрісті түсіндіретін классикалық физиканың негізін қалаушы Исаак Ньютон. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бүкіл әлемдік тартылыс заңы. Массасы бар кез келген дененің массасы бір-біріне тартылады. Екі дененің арасындағы тартылыс күші олардың массаларының көбейтіндісіне пропорционал. Ал арақашықтықтарының квадраттарына кері пропорционал. Ал егер тартылыс күші болмағанда, әлемде мынадай хаос орын алар еді. Назарыңызда қазақ тілі сабағы. Дауысты дыбыстарға дауыссыз дыбыстар бағынбақшы. Яғни, дауысты дыбыстар жуан айтылса, олардың қатарындағы дауыссыз дыбыстар да жуан айтылмақшы. Дауысты дыбыстар жіңішке айтылса, дауыссыз дыбыстар да жіңішке айтылмақшы. Ал енді біз тарих сабағына өтеміз. Аңырақай шайқасы. Біріккен қазақ қолының жоңғар басқыншылығына қарсы 100 жылдық соғысында жасаған ең ірі жеңісі. Биология сабағына қош келдіңіз. Жүрек қабырғасы 3 қабаттан тұрады. Ішкі қабаты эндокард, ортаңғысы миокард және сыртқысы эпикард деп аталады. Welcome to the English lesson. I have been waiting for this class for so long. Have you finished your homework? It was about national games. I have. I chose the game called Asakato. It is the favorite game of Catholic children. There are multiple types of Asik games. For example, Hantalapai, Alshe, Ompa, etc. Good job. Сізге виртуалды көзілдірікті ұзақ уақытқа тағуға болмайды. Көзілдірікті шешуге кеңес беремін. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сізге сабақ ұнады ма? Серік Болатұлы, жасанды интеллект әзірлеген сабақ өте қызықты, әрі түсінікті өтті. Ал сіздер мектепте білімді қалай алдыңыздар? Біз білімді кітаптан алдық. Ол кезде қарапайым ақпаратты жылдам алудың өзі қиынға соғады. Бір дәрісті оқу үшін кітапхана аралап, газет журналдарда картотека арқылы іздеп табатын едік. Ал қазір ұстаз ретінде жасанды интеллекті ғылыми жұмыстарымды жасауға, оқушыларға қызықты сабақ өткізуге тиімді қолданамын. Құрметті ұстаздар, заманауи оқушыларға креативті ұстаз бола білейік. Жасанды интеллект заманның балаларына өздерінің тілімен ақпарат беру өзекті. Болашақтың іргетасын қалайтын мектептегі білім ешқашан ұмытылмайды. Тамыз форумына қош келдіңіздер.